Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қазағым. Сіздермен ағартушы Ернаматбек Ұстабек. Құрметті қандастар, бүгінгі видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздерге Түркияның отандық қорғаныс өнеркәсібіндегі соңғы әуедегі ракетаға қарсы қорғаныс жүйелерін, сонымен қатар соңғы кемелерін, барлық бағыттағыларын көрсететін болам. Бұл шетелден қару-жарағын экспорттайтын Қазақстан үшін өте маңызды үлгі болады деп ойлаймын. Мына назарларыңызда қазір жеке-жеке таныстыратын болам. Мысалға бұйыртса, бізде осы деңгейге бауырлас халқымызбен бірге жете берейік, иншалла. Мына алдарыңызда тұрған бронды көлік. Қараңыздар, қандай қарулар, бірақ бұл ең қарапайым дарының бірі. Міне отандық өндіріс толықтай өздері өндіреді. Міне одан соң бізден басты айырмашылықтары ешқандай бөлшектерін шетелден алдырмайды. Толықтай өздері өндіреді. Міне бұл бронды көлік, анау айтқан таңғалатын дүние емес. Бізде оны Айбек Барыс ағамыз жасап жатыр. Ал мына жерде Aselsan компаниясының Hisar 100 деген әуедегі ракетаға қарсы қорғаныс кешені. Орысша противовоздушная оборона деп айтамыз ғой. Бізде бұндай С-300 секілді ресейлік аналогтар тұр. Ал мынау сонымен бір деңгейдегі өте мықты қорғаныс кешені. Бұл енді шынында да бүкіл дүние жүзіне державаларға үлкен сигнал. Неге десеңіздер, бұндай қару Ресейде бар. С-400 деген ол ресейлік аналогқа қарсы американдық Patriot деген жүйе бар. Ал солардың қатарына міне осы Түркияның Hisar кешені қосылып отыр. Сонымен қатар Израиль мемлекетінде де бар. Олардікі железный купол дейді, яғни темір күмбез деп айтылады. Қазір ақш өзінің алтын күмбез деп жасайын деп жатыр. Ал Түркия міне осы Hisar сияқты тағы басқа көптеген қорғаныс кешендерінен болат күмбез деген әуе шабуылына қарсы қорғанатын құралдарын жасап жатыр. Бұл сол кешеннің бір ғана түрі, бұдан басқа 10-15 түрі бар. Яғни бұлар комплексті түрде жұмыс жасайды негізінен. Радиолокациямен әуедегі нысанды анықтап, одан соң мына жерден әрқайсысынан батареядан бір ракета ұшады. Міне бұл жерде Hisar'да қазір сіздерге көрсетейін. Шамамен міне жанынан көргенде 2, мына жақтан қарағанда 3. Жалпы 6 ракета ата алады. Міне Hisar әуе қорғанысына, әуе шабуылына қарсы жүйесі. Мына жағынан көрсетейік. Міне машалла, қандай қарулар. Осылай біз бауырлас халқымыздан үйренетін болсақ, Алла бұйыртса, өзіміздің отандық кешенді жасауымызға болады. Біз кешелі бері Технофестте жүрміз. Атажұрт деген кезде бізді қардаш деп, бауырлас деп өздеріне жалпы тартып атыр. Машалла, міне қараңыздар, міне Тұран Aselsan 100 BR-10. Тұран одағына компаниялардың өзі ориентир алып жатыр. Бағыт алып жатыр. Мына жақта соның шамасы радиолокациялық кешені болу керек. Міне машалла. Ары қарай
сіздерге қорқыт міне тарихқа сілтеп жасайды бүкіл қаруларды. Мынау қорқыт деген Aselsan жасаған кешен. Бұл да жалпы түркі әлеміне технологиясын бөлісуге дайын әскери кешендер. Міне қараңыздар, мына жақта лазермен көздейтін кешендері тұр. Машалла. Мына жақта тағы да жаңағы әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешенінің басқа қарулары. Бұл технологиялар негізінен Aselsan, Roketsan деген компаниялар жасайды. Aselsan мен Roketsan осындай зенитті қорғаныс кешендерін жасаумен айналысады. Енді бұдан кейін ары қарай шолуымызда TCB-1201 деген корвет теңіздегі жағалау күзетінде пайдаланатын қарулары. Міне барлығы отандық, ешқандай Америкадан алдырмайды. Негізінде бұрын Түркия НАТО-ға мүше болғандықтан осыдан 20-30 жыл бұрын шамамен қаруларының 80%-ын ақштан алдыратын болған. Ал қазір керісінше 80-85%-ын экспорттап 10-15 кішігірім аса қатты маңызды емес бөліктерін импорттайды өздеріне. Оның бәрі білім ғылымның арқасы, құрметті достар. Білім ғылым осындай міне біз жүргендей технологиялық әртүрлі шаралардың көмегімен халықты соған бағыттап, идеологиямен, біліммен ұлт болып жұмылғанның арқасы. Міне мынау Aselsanның теңіз кемелері. Мына жақта Roketsanның ракеталары. Міне, машалла. Көрдіңіздер, құрметті достар. Бізде де осындай технофест сияқты технотой жасау керек. Сол кезде технотойымыз бітпесін деп айтуға болады, иншалла. Айтпесе қазақтың тойы бітпесін деп ысырапшылдыққа салынып, несиеге батып, ондайдың еш қажеті жоқ. Міне технотой жасап, осындай технологиямен жарысу керек. Мынау да соңғы үлгідегі теңіз қарулы күштерінің өнімдері. Қараңыздар. Олардың ішінде ең үлкені TCG Anadolu деген моделі бар. Ал мынау міне осылардың қолданатын ракеталары. Міне, мына жақтара сол кешендер. Сондай бос ысырапшылдықтан арылу керек, және бізге де Алла бұйыртса осындай технотойды ұйымдастыру керек, құрметті қандастар. Міне жалпы бүгін технофестке келгендер осылар, бірақ бұлардан үлкен, әлде қайда түсірсең камераға сыймайтын, жаңа айтып өткендей TCG Anadolu деген үлкен кемелері бар. Оларды бұл жерде енді түсіре алмаймыз, өкінішке орай. Сонымен, құрметті қандастар, видео ұнаған болса, видеоға міндетті түрде лайк, лүпілдеріңізді басып, пікір жазып, сұрақ қойып, астында талқылағаннан кейін, әңгіме айтқаннан кейін бос, әзіл, өсек әңгіме емес, осындай технологиялық әңгіме айтайық, және видеоны барша мұсылман қазағымызбен WhatsApp топтарда, Telegram чаттарда бөлісіп отырайық. Мұсылман қазақ болып, иншалла, бірге бізде осындай технологиялық прогресске, технологиялық дамуға қол жеткізе берейік. Технотойға кірсейік.
және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта да білім ғылымға байланысты көптеген видеоларды бөлісеміз. Сіздермен бірге болған ағартушы Ернар Мұратбек Ұстабек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.